Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық қанаттарын маринаттап пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Мөлшері мен құрамын видеоның астына қалдырамын. Отбасыңызда, балаларыңызда сүйіп жейтін болады. Алдымен тауық қанаттарын ортасына бөліп турап, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Жуып тазалап аламыз. Таза ыдысымызға салып, соевый соус, паприка, қара бұрыш, қызыл ашты бұрыш және дәміне қарай тұз және чеснокты осылай теркадан өткізіп, 2 тіс чеснокты осылай қосамыз. Енді үстіне су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 1 сағат қойып қоямыз. Енді ұнға паприка араластырамыз. Маринатталған тауық қанаттарын алып, жаңағы соусымыздан сүзіп аламыз. Барлығын сүзіп алдық. Енді соусына кішкене су құйып жіберуге болады. Осылай шетінен алып, ұнға ұнатамыз. Қайтадан алып, соусқа салып, соусымыздан сүзіп алып, ұнға толық аунатып, ұнды барлық жеріне жететіндей етіп, осылай араластырамыз. Қызып тұрған майда осылай қуырып аламыз. 10 минут қуырсақ жеткілікті. Мінекей біздің тауық қанаттарымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Барлық отбасыңыз сүйіп жейді деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.